Mine men seni jarattım деп атыр Алла Тағала. Ey пенде, мен сені жараттым, енді не істе? Ілім ал деп атыр Алла. Ілімді тоқтатпа, ілім ал деп атыр. Сосын пайғамбарымыз шықты саллаллаху алейхи вассалам. Ілімді дүниеге келгеннен бастап, өміріңнен өтіп кеткенге дейін тоқтатпай ілім ал деп айтты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бізді жұрттан сырттар, білмейтін адамдар біздің артымыздан пышақ тығып әңгімені айта береді, бөсіп айтады. Бұл молдалар тозақпен жәннаттан басқа ештеңе білмейді бұлар. Бұлар вообще миғылағы бітті балдарды, білім алғызбайды, тоңқан қолдарына құманды ұстап алып, мешітте құлай береді тоңқаңдап, не күнә істеп қойған білмеймін дейді. Біттің ғой, осы сөз саған жетеді осы. Сенің ақымақтығыңа осы сөз бұлай жетеді. Сен білмейсің әлі исламды. Білмейсің, сыртынан айналып жүріп өсек айтып жүрсің әшейін тек. Жоқ, ешқашан Алла бізді және оның елшісі бізді ілім алудан тосқан жоқ. Керісінше, ілім туралы айта, Құранда 401 деген аятта ілім туралы айтады Алла Тағала. Не дейсіз ал? Өзі бар жоғы 6242 аят, соның 400-ге жуық аятында ілім туралы айтады Алла бізге. Көп бөлігі іліммен, көрдіңіз бе?